Так, бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін финансовый грамотность туралы видео түсіргім келіп жатыр. Өйткені рилста, инстаграмда менде көп ахват болып кетті. Қысқа ғана түсірген рилстарымнан кішкене түсініксіздеу болып жатыр ғой деймін адамдарға. Сондықтан қазір мына жерде ұзағынан асықпай отырып түсіндіргім келіп тұр. Ең бірінші финансовый грамотностьті үйрететін, мен финансист емеспін, мен веб-дизайнермін, мен сайттар, баннерлар жасау арқылы ақша табамын. Сондықтан ол жағынан мен маман емеспін. Просто мен тек қана өзімнің жеке тәжірибеммен бөлісу ретінде сіздерге айтып жатырмын. Өзім жеке тәжірибемде пайдаланып жүрген өзімнің техникам, өзімнің ақша жинау жолым. Сондықтан мен жақсылап сіздерге түсіндіру үшін мен ең бірінші сіздерге жаңағыдай қай уақыттарда ақшаны, қай жерлерде ақшаны экономдауға болады, мен қалай экономдадым, сол шетін айтқым келіп тұр. Ең бірінші мен былай қарап тұрсаңыз, қазір мелочь нәрселер айтам. Любой адамның сіздерге айтып жүрген нәрселерін айтам, бірақ оны 100 адамның ішінен 99% істемейді. Сондықтан міндетті түрде осыны жасайтын болсаңыздар, сіздерге пайдасы тиеді. Маған өзімнің қазіргі ақшалай жинаған қорыма қарап, өзімнің қарыздарым жоқ, кредитім жоқ, ақшаны правильно жұмсаймын жиналғанына қарай сіздерге осы тәжірибемді айтамын. Ең бірінші нәрсе, мен расход жаздым. Отырдым, так, ай сайын кімге қанша ақша жұмсап жатырмын. Мысалы, менде ең бірінші кететін ақша продуктыны есептедім, кәдімгідей бір ай бойы зерттедім. Кәдімгідей соткаға болсын, қағазға болсын, сөйтіп жазып жүрдім. Обязательно магазиндерге барғанда кейде жазуды ұмытып кетесіздер ғой. Сондай кезде обязательно чекті қоймай аламын. Мысалы, ең бірінші нан, былай білінбейді. Бірақ қарап тұрсаңыз, мен сол уақыттарда нанды 200-250 сондайға алып жүрдік. Есептесем, ойлаңыздар, күнне 2 булка нан аласын, 500 теңге ақша кетті. Ол 10 күннен кейін 5000 теңге болды, 20 күннен кейін 10.000 теңге болды, 30 күннен кейін ол үстіне тағы да жаңағыдай күнне 500 теңге қосыла береді. Түсінікті, иә? Получается, 10 күнде 5000 теңге нанға жұмсасаңыз, ол 30 күнде уже 15000 теңгеге нанға жұмсап тұрсыз. 15000 теңге деген не? Оны былай мен есептеймін. 15000 теңгеге мысалы қанша грамм алтын алуға болады. Солай құнын шығарсаңыздар болады. Мысалы, 15000 теңгеге балаға жаңағыдай, мысалы, ветровка, тонки, жаңбырға киетін плащтар алуға болады. 15000 теңгеге мысалы қанша штук сүт алуға болады. Осылай ақшаның құнын есептеу үшін мен есептеймін. Так, қазір 250 000 теңге нан алдым ба, значит, күнде осындай уақытта нан алсақ, 10 күнде ол деген күнне 1 штук нан алдық дегеннің өзінде 250 теңге, 10 күнде ол 2500 теңге болады, 20 күнде ол 5000 теңге болады, 30 күнде ол 7500 теңге болады. Солай есептеу арқылы мен қай жерге ақшаның көп кетіп жатқанын есептеймін. Мысалы, көбісі айтады, енді біз тамақтан экономдай алмаймыз ғой дейді. Мен сол кезде тамақтан экономдаудың мынадай жолын өзіме жасадым. Мысалы, заготовка. Мен базарға барып аламын продуктыны, сосын міндетті түрде көп продуктлар бұзылып кетеді. Например, помидор, огурцы, болгарский перец, капуста, картошкалар, мысалы, сәбіздер постоянно бұзылып кетіп, продукты тастап жатамыз, немесе дайын піскен тамақты жаңағыдай ашып кетіп жатады, тастап жатамыз. Сондықтан мен тамақты көп істеп қоймас үшін өзіме жаңағыдай қазанымды кішірейттім, тамақ жасайтын ең бірінші способ. Екінші способ айтып жатқан заготовкам. Мысалы, фаршты сатып алған кезде міндетті түрде фаршты 2 килограммын аламын да, 2 килограммын пельмениға, 500 граммын пельмениға, 500 граммын мантыға, 500 граммын тефтеліге, 500 граммын котлетыға деп бөлемін. Сосын міндетті түрде манты жасаған кезде тыква, картошка, сондай нәрселерді міндетті түрде қосамын. Өйткені тек қана фарш болмас үшін, тек қана фарштан жасайтын болсаңыз, ол кезде фарш тез бітіп қалады. Сондықтан сондай тамаққа қосу арқылы көбірек экономдауға болады, және оны заготовка ретінде морозилкада сақтаймын. Так, тағы да продуктлардың ішіне, например, сәбізді теркадан өткізіп қойып морозилкада сақтаймын, ұзақ сақталады. Кубикқа турап қойып морозилкада
морозилкада сақтаймын, болгарский перецті де әртүрлі қылып турап морозилкада сақтаймын, томатный паста постоянно бұзылып кетіп жатады, соны формочкаларға салып морозилкада сақтаймын, чтобы алып сорпаның бетіне құя салатындай. Тағы сондай бұзылып кететін продукциялардың сондай заготовка ретінде жасап холодильникта сақтау жолын мен өзіме пайдаландым. Соның арқасында мен продуктыдан айына 60 мың теңге экономдайтын бол. Бұл қазір былай қарап тұрсаңыз копейка ақша болуы мүмкін, бірақ 60 мың теңгеге тағы ойланасыз, не алуға болады? 60 мың теңгеге алтын алуға болады, балаларыңа домбыра кружогының 3 айын төлеуге болады, балаларының робототехникаларының курстарының, например, мен 7 айын төлеймін сол ақшамен деген сияқты каждый копейканың құндылығын көтереміз. Солай ойлану арқылы енді продуктыны қойдық, енді киім, мен екінші киім алуды қысқарттым. Көбісі айтады ғой, андай тойда, мысалы мен 4 жыл бұрынғы көйлегімді, например, осы 2 апта бұрын тойға киген көйлегімді қайтадан тойға киіп бар қоя алмаймын. Өйткені тек қана тойға деп киім алмаймын. Например, тек қана қыздармен кафеге бару үшін деп киім алмаймын. Сол киімді кәдімгідей қысқарттым. Вот мен 3 миллион кредитім бар кезде, сенсеңіздер де сенбесеңіздер де күйеуім заставить етіп пока куртка алып бермейінше мен 3 жыл бойы вообще өзіме киім алған жоқпын. Бір-екі футболка, 1-2 шалбар алған шығармын, одан артық мен 3 жыл бойы киім алған жоқпын. Например, 3 жыл бойы мен өзіме 3 миллион кредитім бар деп алтын алған жоқпын. Ол да экономдаудың жолы. Мысалы, сізде көп қарызға белшеңізден батып жатқан кезде сондай жақтан экономдауға болады. Бірақ қарызда екен, кредитім бар екен деп өзіңізді тастап жіберуге болмайды. Жаңағы жыртық киіммен, жыртық аяқ киіммен, ой құрсыншы деп шыдап жүрмеңіздер. Сіздер тапқан ақша ол сіздерге келеді екен. Сондықтан көп адамдар, не деп айтады, діни адамдар да, осындай финансовый грамотность жақта жүрген адамдар да бәрі айтады, ақша, сіз тапқан ақша ол сізге келу керек. Яғни өзіңіздің қалайтын бір затыңызды алу керексіз өзіңізге деген сияқты. Мысалы, оны мен былай шештім. Мысалы, мен өзіме отырғанда айтам, Аллахқа отқанда айтам, Аллах кішкене мен кредитімді жауып болғанша осы ақшамның осындай пайызын мен кредитіме төлейін, осындай пайызын осындай қып жинайын, соған маған мүмкіндік бер, осылардың бәрін жапқаннан кейін мен өзіме ақша жұмсаймын деп денеме де уәде беремін, өзіме де ішіме уәде беремін, Аллахтың алдында да сондай рұқсатын алам. Өйткені Аллах айтады дейді ғой, саған берген ақшаны неге сен өзіңе жұмсамадың деп. Сондай сияқты өздеріңізден қатты ограничение жасамаңыздар. Мысалы, мен ограничение жасамадым салоннан. Мысалы, маникюрға барамын, шашымды міндетті түрде боятамын. Тағы не бар? Сондай бір көзге көрінетін, өзіңді жақсы сезінетін нәрселерден экономдамаңыздар, Вот, киімнен енді экономдауға болады деп ойлаймын өзім. Одан кейін мен балалардың расходынан экономдадым. Ол жерде тек қана ойыншықпен магазиннен алатын тәттілерімізден экономдадым. Чипсы мен балаларым уже да біраз болды жемейді, 3 айда бір, 4 айда бір алып беремін. Магазинге барғанда жаңағыдай жүгірмейді әр нәрсеге, потому что кішкентай кезінде алып бергенде, так, мынаны бүгін алмайсың, ертең аласың, 2 күннен кейін аласың, потом 3 күннен кейін аласың деп сөйтіп созып, вредный нәрселердің арасын қазір біз 3 айға жеткіздік. Қазір біз магазиннен қатты кеткенде вредный аламыз. Мармеладтар алып беремін, например, бір аптасына бір, 2 аптада бір сөйтіп. Сосын шоколад сұрайды, шоколадты алып бергенде де жаңағы Kinder деген Қазақстан шоколад сияқты сапалы шоколадтар алып беремін. Это оның өзі 2 аптада бір. Соның өзі қатты экономдайды. Вот даже үйдегі кішкентай балаларға жұмсаған расходтарыңызды есептеп көріңіздерші. Маған ай сайын прямо 40 мың теңгедей эконом жасады сол нәрсе. Еще ойыншықтарын мысалы азайттық деген сияқты. Осындай экономдайтын жерлеріңізді тауып алыңыздар, бойдарыңызды. Ойламаңыздар, ой, это қатты керек деп ойламаңыздар. Нанға дейін жазыңыздар, қанша жұмсап жатырсың. Нан, жаңағы кредиттарыңыз. Мен, например, мынадай нәрсе бар, менде дәптер арнадым. Осыған, мынау менің енді старый дәптерім. Қазір бұл дәптерге жазбаймын. Мынадай расход деген дәптер, міне. Бұл расход деген дәптер. Осы жерде мынадай бүкіл жұмсаған ақшаны мен былай жазып жүрмін. Міне. Осылай жазасыздар. Вот мына жерде бүйтіп жазыппын. Не бар тағы? Міне балаларға, вот балалардың расходы, Мустафа, бір нәрсе, аптека, даже вот аптекаға жұмсаған 3850 теңгеме дейін жазып қойдым. Представляете? Осылай жазу керек.
каждый деталь мына жерде даже ұлыма деп өзімнің ініме деп аударған 600 теңгеге дейін жазып қойғам. Каждый 25 теңге, 50 теңге, даже мына жерде 180 теңге автобусқа мінген ақшама дейін жазып қойғам. Осыны міндетті түрде жазыңыздар. Осылай расходты бір отырып қаншаға қайда жұмсайсыздар жазып алғаннан кейін сіздерде примерно осындай расход кетеді. Продуктыға ай сайын осындай жұмсайды екенмін, автобусға примерно осындай жұмсайды екен, бензинға примерно осындай кетеді екен. Оказывается, балалар магазинге осыны жұмсайды екен. Так, балалардыкін именно магазин, балалардан тұрақты тамақтар болады ғой. Мысалы, обязательно алу керек кефир, я? Мысалы, обязательно кефир алу керек. Мысалы, мен балаларға постоянно кефир берем, еще йогурт алам. Мысалы, кефир мен йогурттың или йогурт, или кефир деп ауыстырдым. Сондай сияқты нәрселерді детально жазып, қаннан кейін ғана сіздер именно қай жерін алып тастайтындарыңызға көздеріңіз жетеді. Мен мысалы осыны жазу арқылы мен мына жерден көп расходты алып тастадым. Магазинге барғанда бала бір күн жылайды, 2 күн жылайды. Бір күн өзіңіз де мысалы магазинге барғанда алғыңыз кеп тұрады. Соны басу үшін ана жазғаныңыз есіңізге түседі да, қой Айгерім қоя тұр, экономдайық деп. Продуктыға барғанда міндетті түрде список жазып аламыз. Тек қана спискмен аламыз. Ой, бұл анамды ала салайыншы деген нәрсені вообще мен спискіда жоқ затты магазиннен алмаймын, өліп қалсам да. Вот. Сондықтан сондай нәрселерге мән береміз. Бұл спискі жазуда енді қараңыздар. Келесі этап кредитті жазудың жолын мен сіздерге көрсетейін. Міне, менде кредит жазудың мынадай жолдары бар. Кредиттің атын жазамыз. Так, бұл жерде түсініп керек бір жерін жазайын. Міне қараңыздар, мына жерде кредит деп қойдым. Январь, қай айдан бастайсыз? Кредитті бастап жазасыз. Мына жерге кредиттің аты, мына жерге міндетті түрде кредиттің атын жазыңыздар. Мынау ай сайынғы төлейтін сумма. Мына жерде ай сайынғы төлейтін суммаларыңыз жазылып тұрады. Ал мына жерде андай не бар ғой? 2 айды, 3 айды қосып төлесең, перерасчет болады деген сумма бар ғой? Мына жерге соны жазасыздар. Сол кезде, мысалы, келесі айда жаңағы продуктыдан, балалардың киімінен, өзіңіздің киіміңізден ақша экономдалады ғой. Сол кезде сіз мынаны емес, мынаны төлейсіз. Түсіндіңіз ба? Сол кезде кәдімгі основной доходыңыз қатты азаяды. Мына жерде екінші тағы бір дәптерім болған, менің қазір ол менің қолымда жоқ, бірақ сіздерге қазір схема бойынша видеода көрсетемін, дәл солай жасайсыздар. Ол мынадай кружоктармен есептеледі. 6 айында бітеді примерно, я, кредитіңіз. Июньде бітеді. Енді қараңыз, мына жерде мынадай нәрсе бар. Бұл кредитта сіз 3 айды немесе 2 айды бірге төлесеңіз, сізде перерасчет болады деген договорыңызда жазылған. Кредиттің договорын оқимыз, немесе банктен звондап сұраймыз. Мына жерде 3 айды төлесең 36 000 теңге дейді. мен келемді 1 январда 12 000 теңге ғана төлеймін, өшірдім. Енді уже февраль болды. Февральда мен продуктыдан экономдадым, менде қалды 12 000 теңге. Тағы 12 000 теңге ауысты. Продуктыдан 12 000 теңге ауысты. Сол 12 000 теңгені 3 айдың ақшасы ғой. Мен барамында, так, 5, 4, 3. Мен барамында 3 айдың ақшасын бірге төлеп жүрем. Міне. Мен 2 айда төледім 36 000 теңге. 36 000 теңге. Мына 3 ақшаны қосқанда 36 000 теңге төледім мына 2 айда. Мен мына жерге бояймын. Мына жерді бояймын. Және мына жерден февральды өшірем. 1 айдың ақшасы кетті. Бұл сіздің кредитіңіздің жылы азайтып атқаны көзіңізге көрініп тұрады. Яғни, мына жерде тағы 2 айдың ақшасы бар ғой, 16 000, міне біреуін өшірдік февраль. Енді тағы 12 000 теңге бар. Мен мынаны өшірем. Кредиттің бітетін айын өшірем. Оның алдында тағы 2 айды өшірем, міне. Осылай өшіріп отырасыздар. Енді февраль болды. Наурызда, мартта сізде 12 000 теңге болып қалды. Ничего страшного. 12 000 теңгені өшіреміз. Ештеңе етпейді. Зато сізде мартта, наурызда сіздер 4-5 күн үйде боласыздар, қонақтарға барасыздар, демаласыздар, қонақ шақырмайсыздар. Апрельде сізде тағы 12 000 ауысты. Сіз барасыз да, ол 12 000-ды конвертке салып қоясыз, ешкімге бермейсіз, жұмсамайсыз. Ол 12 000 теңге сізде тұрады. Сіз барасыз да,
мына жерге плюс жазып қоясыз, сізде конвертте 12 000 теңге бар. Сіз бірақ мартта бір айды ғана төлейсіз, өйткені үшінші айдың ақшасы сізде жоқ. Міне, мынаны өшіреміз. Бірақ мына ақша сізде бар. Сізге тағы мына айдың ақшасын жинау керек. Осы айдың ақшасын апрельде жинайсыз. Ой, X басыппын ғой, баспаймыз. Апрельде тағы 12 000 пайда болды сізде. Апрельде сізде тағы өзіңіздің төлейтін ақшаңыз бар, және артық 12 000 пайда болды. Плюс қоямыз, осы үшеуін қосамыз. Апрельдің бір айы кетті, төледік. Нау 30 жылға дейін тағы 1-2 ай кетті, екеуін боядық. Мына жерге жазамыз 36 000 теңге. Түсіндіңіздер ма? Получается, на 30 жылдан артқа қарай сіздер қысқарып жатсыздар. Осылай кредиттің жолын не қыламыз? Енді сіздерде проценті жоқ кредиттер бар ғой, который қанша 100 000, 200 000 төлесең де перерасчет болмайды. Ол кредиттерді атын жазып қоясыздар осылай. Бірақ оның ай сайынғы суммасын төлеп жүре бересіздер. Ай сайынғы суммасын төлеп жүре бересіздер. Сосын барып, процентный кредиттердің бәрін жауып болған соң барып, процент қосылмайтын кредиттарды төлейміз. Жасау арқылы сіздер кредиттеріңізді біртіндеп етіп артынан өшіріп отыратын мүмкіндік бар. Және де мынадай дәл осылай жазып отқан кезде сіз основной қарызыңыз қанша екенін білесіз. Және мына жерде қараңыздар, мен айттым ғой жаңа 2-3 айда төлеген кезде перерасчет болатын сумманы жазасыз деп. Вот сол жерде кейбір кредиттерде мынадай нәрсе жоқ. Мынадай перерасчет жоқ. 2-3 айда төлесең де осы процент, осы ай сайынғы төлем, 6 айда төлесең де осы ай сайынғы төлем азаймайтын болса, мына жерді толтырмаңыздар. Өйткені сіз основной кредиттің спискісін жазудағы цель, сіз основной қай кредитті перерасчет болады, сол кезде бірінші соны акцент қойып жауып аласыз бәрін. Сол кредитті жапқаннан кейін барып перерасчет болатын. Уже ең соңында барып перерасчет болмайтын кредиттарды постепенно жабатын боласыз. Бұл техниканың жолы осындай. Өте күшті нәрсе негізі. Енді процентный экономдауға келейік. Мысалы, мен 100% ақшамды кредитім бар кезде 60%-ын кредитқа төлеймін деп қойдым. Бірақ ол кезде не только 60% кредитқа төлейтін 2000 теңгемде ақшамнан ауыспайтын. Жаңадай вообще келген доходтан даже 2000 теңге кредитке ауыспайтын. Сол кезде мен ана 60%-ті қайдан шығардым? Жаңағы продуктыдан экономдау арқылы, киім алмайтын ақшамды экономдау арқылы, балалардың тәттілерін экономдау арқылы, және доходымды көтеру арқылы мен осы 60% кредитке төлейтін ақшаны осылай экономдап, общий доходымнан осылай 60%-ын алып қалдым. Енді мен доход жазып жүретін дәптерім бар, оны да көрсетейін. Мен қалай экономдадым? Міне қараңыздар, мен ол кезде білесіздер ма қанша тауып жүрдім? Міне 25 жылы, қазір айтамыз, 21 жылы мен ай сайын тауып жүрдім. Проекті басында мен тауыппын 87 000 теңге 21 жылы. Енді қараңыз, осы 87 000 теңгеден мен ойлаңыз ай сайын төлеу керек кредитім, 99 000 теңге 890 теңге. Ойлаңыз, 87 000-ның қай жерін тамақ аласың ба, кредит жұмсайсың ба? Енді осы кезде 60% менде қайдан шықты? 60%-ды мен так веб-дизайнер болып жұмыс жасаймын. Веб-дизайнер болып, как раз сол жылдары бастаған кезімде 4-5 сағаттық жұмысқа мен 2000 теңге алатынмын. Андай картинка, осындай баннерлар жасаймын. Историяға, таргет рекламасы, рилстардың обложкасы деп айтады ғой, сондай жасаймын, және осындай сайттар жасаймын. Сол кезде бір сайтқа көп болса 15 000 теңге алатынмын. Ол сайтты жасау үшін менің 2 күн, 3 күн, 4 күн уақытым кететін. Сондықтан мен өзім тәжірибем көбейсін деп күні түні ана сайтты жасауды қараймын, қайта жасаймын. Клиент болмаса да жасай берем, инстаграмға сала берем, инстаграмға салам, айтам, осындай нәрсе жасай алам, клиент болса мен сізге жасап берем деп. Қолымнан қандай навык келеді, соны жұрттарға айта бердім. Біртіндеп клиент пайда болды. Уже 2000 теңгеге жасайтын баннерді уже 5000 теңгеге жасайтын болдым. Солай 87 000 доходтан уже 3-ші айда ма, қателеспесем, уже 150 000 теңге доходқа жеттім. Сол кезде
ол нестабильный доход болды менде. 150 мың бір күні қайттан 50 мың, даже 40 мың тауып қалатын кездерім болады. Сол 40 мың 50 мың тауып қалатын кездерімде өткен айдан ауыстырып алып қалған ақшамды кредитқа төлейтін, сондай страховка жасау керек болды маған. Сондықтан видеоның соңында сол доходтың процентке қалай бөлу керек екенін көрсетемін. Мысалы, мына жерге кредитке қанша төлейтінімді жазам ғой. Обязательно бірінші немді жазам. Қай ақша қай жерден келді бейтіп жаздым. Міне қараңыз. Айды жазам. Міне. Өзіңіз қазір қай айдан бастайсыз, соны жазасыз. Әр числоны жазып қоясыз. Сізде зарплата ма, 14-ті зарплата аласыз ба, 14-ті ЗП деп жазасыз да, сумманы жазасыз. Астына зарплата деп қоясыз. Ақшаңыз аз болса, қосымша табыс табыңыздар. Осылай мен доходымды көтердім. Қосымша табыс дегенде вот этот игромания, вот этот сетевой, который финансовый, 10 мың теңге саласың, 20 мың теңге шығады дегендерге ұрынбаңыздар. Это өтірік бәр жана. Алим, ставка, не бар тағандай? 2 мың бересің, 10 мың шығарып берем, тендер, еще вот этот акция дегендерге вообще жоламаңыздар. Өйткені акция ол шынайы ақшаңды көбейтеді, бірақ оны это надо уметь. Ол деген үлкен жұмыс. Сондықтан осылай доход жазамыз, доход жетпей ма, доходты көбейтеміз. Мен, мысалы, онлайн жұмыс жасаймын фрилансер ретінде, үйде 2 балам бар. Мысалы, мен күйеуім постоянно 2 мезгіл үйден келіп тамақ ішеді, бір тамақты жылтып жемейді. Мен күнде обедкі тамақты пісірем, кешкі тамақты пісірем. Еще күйеуім келетін уақытта күйеуім үй жиналмаса нервісі қайнайды. Мен күнде обязательно күйеуім келетін уақытта бүкіл айналарды сүртем, ойыншықтарды жинаймын. Не шашылып жатыр, бәрін орын-орнына қойып, күйеуімнің келгенін дайындап отырамын. Андай таңертеңнен кешке дейін бос жүретін қыздардың қатарынан емеспін деп айтқым келіп жатқаны. Бос уақытта заготовкаларымды жасаймын, балаларымды таңертең 7-те тұрып садиктеріне алып барам. Кіші ұлым обедте бірде садиктан келеді, ол келеді, оны бассейнға тренировкаға алып барам. Одан балаларды қайттан алып келем. Садикке барып келу уақытым 40 минут, 1 сағат уақыт алады. Солмен жанталасып жүріп, короче, жасаймын. Мен сіздерге сайрап видео жазсам, оказывается, ол жазылмай қапты. Сондықтан қазір қайтадан көрсеткім келіп, қайтадан түсіріп жатырмын, короче. Енді давайте примерно есептейік. Қазір өзі зарплаталар офиста жұмыс істейтін адамдар қанша алатынын да білмеймін. Мысалы, продукты дейік. Ай сайын продуктыға бізде кетеді 100 мың теңге. Мен примерно есептеп жатырмын. Өз расходтарыңызға қарадыңыз. Мысалы, кредитқа кетеді 200 мың теңге делік. Көп ақшаңыз кредитқа кетеді деген сөз ғой. Мысалы, бала өзіңіз үй жаңағы кружоктары бар, садиктары бар, если что, осыған. Мысалы, мына жерде квартира, коммунальные услуги дегендерге есептейік 75 мың теңге кетеді. Мына жерге өздеріңіздің расход суммаларыңызды жазасыз. Мен жаңа ай сайын қанша расход кететінін есептеңіздер дедім ғой, сол сумманы жазасыздар. Примерно сіздерде 475 мың айына ақша расход кетеді. Бұл минус бізде. Бұл минус. Енді қараңыз. Кредит, мысалы. Мына жердегі кредитіміз примерно 500 мың ЗП алайық. ЗП это бізге кіретін плюс 500 мың дейік. 500 мың теңге. Бұл техниканы енді пайдаланған адамға жақсы, кейбір кісілерге енді келмеуі мүмкін. Мен енді өзімнің жеке тәжірибеммен бөлісіп жатқан соң детально сіздерге айтып жатыр. Мысалы, мынау 200 мың теңге зарплатаның 40%-ын алып тұр қазір. Продукты 20%-ын алып тұр. Так, бала да 20%-ын алып тұр екен. Одан кейін квартира 10%-ын алып тұр. Енді қараңыздар, обычно ақша жинаған кезде біз 10%-ын немесе 20%-ын депозитке салып отырамыз. Бірақ қазір бізде мына зарплатамен бізде почти қалтамызда ақша қалмайды. Сондықтан жинайтын нечего, там ақша жоқ, короче, жинайтын мүмкіндік жоқ. Кредит, қарыз, бала шаға деп осы постоянно маған жазып жатады. Енді қараңыздар, мен 3 миллион кредитім болған кезде менде де осындай бір 5-10 мың теңге ғана ақша ауысатын. Ай сайын кейде де жетпей қалатын. Сол кезде мен осы техниканы пайдаландым. Енді қараңыздар, қазіргі қолымдағы бар зарплатаның 40%-ын кредит алып тұрғаннан кейін мен бірінші кредитке ақша төлеу үшін веб-дизайнмен айналып бастап, ай сайын 60% ақша
жауып отырсам, мен бір жылда кредитімді жабады екенмін. 60% зарплатамның ақшасы. 500 мыңның 60% ол 300 мың теңге. Біз кредитті егер ай сайын 300 мың теңге төлеп отырсақ, значит кредиттің процентін, срогын азайтуға болады деген сөз. Сондықтан егер мына кредитқа еще көбірек төлеу үшін 60% 300 мың теңге, ол 60% 500 мыңның, значит 500 мыңдан мына жерде 200 мың еді. Міне, получается 60% төлей алу үшін біз енді 100 мың теңге тағы үстіне плюс қосу керекпіз мына суммаға, иә. Сондықтан бізге тағы 100 мың теңге керек. Оны біз 60%-ға көбейтіп, егер зарплатадан тағы 100 мың теңге алып тастайтын болсақ, ол кезде біз балалардың расходын азайту керекпіз или продуктын азайту керекпіз. Сондықтан біз наоборот зарплатаға тағы плюс 100 мың теңге ақша табатын мүмкіндік істеуіміз керек. Ол мысалы менің веб-дизайн, сондай онлайн жұмыстар, сондай нәрсе, бірақ жаңағы не дейді, ойындар, акциялар, 10 мың теңге берсең 100 мың теңге болып қайтады, 10 мың теңге берсең 20 мың болып қайтады деген нәрсеге әуес болмаңыздар. Олар өтірік. Тек мысалы мен фрилансер ретінде үйде таза клиенттермен тауып сайт жасап берем, дәл осындай баннер жасап берем. Соның арқасында мысалы тауып соның арқасында көбірек осылай ақшаны қостым. Оны тоже жазған видеом өшіп қапты, сондықтан оны қайта жазып қазір қосып қоямын. Так, 100 мың теңге доход таппасақ, мыналардың біреуін азайта тұрыңыздар. Білмеймін қалай, бірақ кішкене ауызды нені тыю керек. Ауызды, еркелікті, қонақты кішкене театру керек. Сол кезде 60% жауып отыратын болсаңыз, көп болса 2 ай қиналарсыз, көп болса 4 ай қиналарсыз. Зато одан кейін ай сайынғы төлейтін ақшаңыз азаяды, кредитіңіз төлейтін азаяды. Солай мына ақшаны азайтуға болады, кредитқа төлейтін. Сондықтан бірінші кредитті құтылбаңыздар. Мына кредиттен құтылмай ешқашан депозит жинаудың қажет жоқ, смыслысы жоқ вообще. Сондықтан кредитті полный жауып тастап, ең бірінші жаңағы не деп айтады, процент қосылатын кредитті жабамыз. Осыны міндетті түрде бірінші жабамыз. Процент қосылатын кредитті бірінші жабамыз. Оны техникасында мен көрсеттім. Одан кейін барып, қосымша доход іздеңіздер бірінші, потом процентті жабыңыздар. Сосын процент қосылмайтын кредиттер қалған кезде барып, деп қайттан 40%-ға немесе 30%-ға оралсаңыздар болады. Менің өзімнің техникам, мына кредитті жапқаннан кейін мен баста 6 ай 60%-пен жаптым, 60%-пен жауып, процентін азайтқаннан кейін 40%-пен жаптым. 40%-ті мына кредиттің бәрін жауып тастағаннан кейін 40%-ті мен өзіме жұмсайтын болдым. 40% ол менің киімім, еще арасында кофе ішеуге қазір менде мүмкіндік бар. Қазір менде өзіме не деп айтады, сыйлықтар алуға мүмкіндік бар. Сосын мынаның үстіндегі тағы 10% бар ғой, оны депозитке обязательно лақтырамын. Депозит ол міндет. Қазір мысалы мен уже депозит жинаймын. Бұл 10%-на 40%-ның 10%-ын алып қаласыздар, значит, мына жерде өздеріңізге 30% қалды деген сөз. Солай прямо дүние күйіп, прям өртеніп бар жатса да, мына депозитті қарызы жоқ адам жинау керек. 10%. Мен қазір 20% жинаймын. Шамаларыңыз жетсе 20 жинаңыздар. Бір жағынан депозит туралы қазір бөлек айтам. Мен кішкене киім ауысып кетті, оған мән бермеңіздер, потому что мен күні бойы сіздерге жазған записімнің жартысы сақталып, жартысы сақталмапты. Сондықтан жалғастырып айтайын. Ең бірінші мен жаңағы енем туралы айтқым келіп тұр, бірақ енем ол кісіні мен осылай инстаграмда неде обсуждать еткенім ұнатпайды, бірақ сол кісіден үйренетін күшті бір нәрсем, енем ақшаны күшті жинайды. Кредиті жоқ, қарыздары жоқ, Құдайға шүкір. Ол кісінің жаңағы ақшаға деген өте жауапкершілікпен қарайтын белгісі деп ойлаймын. Зарплатасының почти 60-70%-ын жұмсамай сақтайды. Кәдімгідей бүкіл зарплатаны, пенсияны бәрін наличный қылып шығарып қояды да, сосын үйде ақшалай наличный ұстайды. Негізі мен де сол техникаға көшіп жүрмін. Оны қазір видеоның соңында тағы да наличный шығарып алып қалай сақтайтынымды көрсететін боламын. Мысалы, енем
той болғанда ешқашан кредит алмайды, енем ешқашан жаңағыдай қарыз сұрамайды ешкімнен, өзінің жинаған ақшасын шетінен алып жұмсайды. Той болғанда да бізде сондай күшті пайдасы тиді. Ол сол рилс арқылы көбісі көріп келген болатын. Енем инстаграмға осы экранға шыққанын ұнатпайды. Ата ол кісінің өзінен де осылай істерге қалай ақша жинау керек деген нәрсені күшті қылып түсіндірейін десем, ол кісі ұнатпайды шыққанды. Вот. Еще енемнің мынадай ақша былай экономдандар деп айтатын ақылдар бар. Мысалы, қонақты ақшаң жоқ болса күтпе дейді. Ұят болсын, ойбай ұят қой, ұят болды деген нәрсені ол кісі өйтіп қарамайды. Ештеңе етпейді, келесі жол келгенде күтем дейді. Мысалы, үлкен қаладан біреулер келсе де сондай ақша жоқ па, реті жоқ па айтады. Жоқ, келесі келгенде күтем, қазір мүмкіндік жоқ. Тойда да жаңағы той жасайтын кезде де жаңағы оформление бір нәрсеге так болмаған қымбат, бұған ақша жетпейді, сондықтан просто простой мынадай оформление жасаңдар. Андай қатты ойбай деп жанталаспайды, жаңа ұлымның өмірінде бір-ақ рет болатын тойы ғой жоқ, істейік деген ол кісіде жоқ. Ол кісі просто ақшаға қарызданбай істегісі келеді, сондайға жақсы мән береді. Ол да жақсы шығар деп ойлаймын, өйткені нәтижесін енді ол кісілер қарызсыз өмір сүргеніне, кредитсіз өмір сүргендеріне қарап жақсы үйренетін нәрсе екен деп ойлаймын негізі. Сосын жағдай ауызашар бір нәрсе болғанда да ойбай күту керек деп, егер ақшаның реті болмаса, ақша реті қандай, жинайтын ақшасынан артық ауыспаса, ол кісі никогда шақырмайды. Никогда жинайтын ақшасынан ақша ауыспаса, киім алмайды. Жағдай бір не деп айтады, сондай артық шығын деп қабылдайды. Ол айтады, ақша жинау керек. Сосын үлкен суммаға жинап, жаңағы мысалы квартираны первоначалкасына салады, машинаға салады деген сияқты сондай нәрселер істейді. Ондай күшті, сондай өзінің несі бар. Өзінің қасиеті ма, енемнің өзінің привычкасы бар, сондай финансовый нәрсеге байланысты. Енді ол кісі рұқсат бермегенде көп нәрсені ашып айта алмаймын. Сол кісіден өзіме үйренетін осындай нәрселерді қабылдадым. Сондықтан ақшаны менде карточканы шығарып алып жұмсаймын. Мысалы, кофе, шай, бір нәрсеге алатын ақшаларды міндетті түрде андай, мысалы, күніне 2000 теңгеден сол жерден алып тұрамын, 5000 теңгеден алып тұрамын, шашқа баратын болсам, маникюрға баратын сол жерден аламын деген сияқты. Наличный ұстаймын ақшаны. Өте көп ақша экономдауға көмектесті. Даже осы соңғы 3 айда депозитіме соның арқасында 100 000 теңгеге уже жинап қойдым. Сосын депозитке келген кезде мен андай ақша сразу через телефон арқылы переводтамайтын депозиттер ашамын. Например, ондай депозиттер Freedom'да бар, Народный банкта бар, және Каспийдің өзінде де сондай депозит бар. Ол ақшаның ішіндегі ақшаны снимать етуші заявка тастап 2-3 күн күтесің, және оны тек қана кассадан снимать ете аласың. Ол сені ақшаны жұмсап қоймауыңа үлкен күшті көмек екен. Сол маған пайдасы тиіп жатыр. Мен бүкіл көрсетіп жатқан схемамның бәрі менің өзімнің осыған дейін кредиттан, қарыздан құтылып, және өзіме ақша жинап үйренудегі маған өте керемет пайдасы тиген техникалар. Осыны міндетті түрде қайталап көріңіздер. Және процентный соотношениеге бөліп көрсетіп жатырмын. Қазір мен депозитіме 20% ақша бөле аламын, өйткені менің қазір кредитім жоқ, қарызым жоқ. Сондықтан сол жағынан имейте в виду, қарызы бар, кредиті бар адамдар депозитке прям бетіп ақша жинаудың қажет жоқ. Лучше бірінші қарыздарыңыз жабыңыздар деп айтамын. Бірақ қарызды жабардағы бір условия, егер проценті қосылмайтын кредиттар болса, можно, мысалы 10%-ын сол депозитке салып отыруға, да, или там алтында жинайды бір кісілер, сөйтіп жинап отыруға можно, кішкене артымда ақша болсын десең. Бірақ күнде проценті ұрып атқан, ай сайын проценті ұрып атқан кредиттарыңыз болса, лучше соны жабыңыздар, акцент қойып. Прямо бала шағаның киімі, кружогы дегендерді, тамақты, артық расходтары өте көп, байқамайсыздар. Бағана мен айтып жатырмын ғой, кәдімгі жазбасаңыздар мүлдем байқамайсыздар. Соның бәрін жазбай, сіздер түсінбейсіздер, копейка 15 теңге бір жерге төлесеңіздер де міндетті түрде жазып, соны есептеңіздер. Мен көп расходты осылай азайтып, зато экономдадым, өзіме үлкен сабақ болды. Мысалы, кредиттарымдан күйеуім білетін кредит бар, күйеуім білмейтін кредит бар, сондай болғандығын, бірін жабам деп, андай, не дейді, просрочкаға өтіп кетіп төлей алмаған, үстіне пеня ұрған, біреуін күйеуім біледі, біреуін білмейді, оны айтпаймын. Сөйтіп жүріп, әйтеуір 6 айда өзім жаптым. Бірақ оның несі, мен веб-дизайнер болғаннан кейін күні-түні көбірек жұмыс істеуге мүмкіндік бар, көбірек клиент алуға мүмкіндік бар. Қаншалықты жұмыс жасаймын, соншалықты клиент келеді.
24 сағат жұмыс жасасам, конечно, одан да лучше клиент келеді. Қазір расслабиться етіп, өзіме керек жинайтын ақшам бар, өзіме жұмсайтын ақшам жеткілікті болғандықтан қазір расслабиться етіп жұмыс істеп жүрмін. Бұның өзі қазір мен 6-шы жыл осылай еңбектеніп жүргеніме, бірақ кредитті сол веб-дизайнда жүрген 3 жыл бұрын ғана жапқан болатын. Қазір 3 жылдың ішінде 3 жыл кредитсіз, қарызсыз өмір сүрген жайым бар. Осындай полезный нәрсе. Маған көп кісілер айтып жатады, бала шағамның кредиті, бір нәрсесі, ешкімге ауыспайды, немереден ауыспайды, пәленшеден ауыспайды деп. Соны мен енді ешкімге ақыл айта алмаймын. Мен коуч емеспін, финансист емеспін, дипломированный осындай жаңағыдай психологтар болады, көмектесіп. Мен ондай ешқандай нем жоқ. Мен просто өзім пайдаланған техниканы айтып жатырмын. Сондықтан міндетті түрде соны көріңіздер. Ал егер қосымша табысқа шығып жақсы үйренемін, әлде де жағдай қазіргі табысымның үстіне де қосып табыс тапқым келеді, немесе с нуля табыс тапқым келеді дейтін адамдар болса, маған міндетті түрде жазсаңыздар болады. Инстаграмға практикум деп жазсаңыздар болады, комментарийге, дайректке сіздерге практикум жайлы ақпарат беріледі. Мен өзімді бір қысқа айтып кетейін, енді видеоның соңында болса да, мен веб-дизайнермін, офиста 10 жыл архитектор болып жұмыс жасап, балаларым үшін жұмыстан шықтым. Балаларыма қарайтын адам болмады. Сосын жаңағы балаларды садикке апару керек, алып келу керек. Еще күйеуім менің обедте, обязательно обедке үйге кеп тамақ ішеді, кешкі тамақ ішеді, тамақты жылтып жеу деген бізде жоқ. Сондықтан маған бастапқы жылдары домашний уютқа, отбасыма көбірек көңіл бөлуге мүмкіндігі бар жұмыс іздедім да, соның арқасында мен веб-дизайнға ауысқан болатынмын. Веб-дизайнда уже 6 жыл болды жұмыс жасап жүргеніме, биыл 26 жыл, 6 жыл, 6 жыл толды. Енді мен таңертең 9-дан сағат 1-ге дейін ғана жұмыс істеймін. Күнде немесе 2-3 сағатта да бұл жұмыста істеуге болады. Менің реалитиім болып жатыр. Реалитиіме қатысқан қыздар уже жұмысқа тұрып жатыр, уже проектлар алып жатыр, жаңадан навыктар үйреніп жатыр. Немесе өзімнің сферама пайдаланамын, баннер жасаймын, историямды жасаймын, сайтымды өзім жасаймын дейтін қыздар болса, соны да сіздердің айналысатын істеріңізге қарай бағыттап үйренуге болады. Сондықтан жаңадан онлайн табыс, қосымша табыс, жаңа мамандық ретінде табыс тапқыларыңыз келсе, мен сіздерді өзімнің практикумымда күтемін. Менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Мен көп пайдалы ақпараттар, тегін сабақтармен бөлісетін боламын. Финансовый грамотность жайлы тағы да айтарым болса, тағы осындай историяда, рилстарда, осындай ютубта жолығамыз.